Бүгінгі кешке орайластырылып отырған атақты әнші Қазақстанның халық әртісі Ғарифолла Құрманғалиевтің мерейтойына сағындырған салмақ атты шығармашылық кешін тамашалауға ұсынамыз. Ондаған жылдар бойы ол жалғыз өзі Батыс Қазақстанның көне де жоғары дәрежедегі вокалды аспаптық дәстүр паш еткен. 19 ғасырда эпикалық кентанысты әннің асқан шебері болған. Мұхит мұрасын жеткізген де Ғарифолла Құрманғалиев болатын. Халықтың сүйіп тыңдайтын теңдесі жоқ екпінді дауысты әншісі болды. Алғы сөз Бөгетсай ауылдық мәдениет үйі құрылып бөлім басты. Мен абыздар Ғарифолла Құрманғалиевтің 115 жылдығын құттықтаймын. Қанша жыл, қанша уақыт өтсе де Ғарифолла әні ескермейді, үзілмейді, сенеміз. Әнші композитор, Қазақстанның халық әртісі Құрманғалиев Ғарифолла 1909 жылы Қарабүте ауылданы Аққол ауылына дүниеге келген. Анасынан ерте айырылған Ғарифолла Құрманғалиев немере ағалары Қубандолла мен Хамидолланың қолында тәрбиеленеді. 10 жасынан домбыра тартып ән сала бастайды. Өзі туған өскен өнердің мақтаншы Мұхит Мәрұлының өнерін бойына сіңіруге ниет қылып, оның туыстары шынтас пен шайқыға жолығады, ән үйренеді. Ақтөбе, Орынбор, Атырау, Орал өңірлерінде Мұхит әндерін насихаттайды. Ол елемес, сақан, жарас, шеге, естай, нарымбет образдарын шиді сомдаған. Ұлттық операның негізін қалаған, көрнекті өнер қайраткерлерінің біріне айналды. Халықтың әсіресе Мұхиттың әндерін нақышына келтіріп орындау арқылы бүкіл қазаққа танымал болды. Олай болса, Ғарифолла Құрманғалиевтің репертуарындағы әнді тыңдап отырайық. Бақытың сенсің, барымсың, дәрігім жалғандым, аңдап бір сүйген жарымсың. Құрманғалиев Бозкөлесін ер тарғын, Айман Шолпан, Қыз жібек, Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара, Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Апай операларында күрделі партиялар ойнады. Оның орындауында халық әндері асқақта әсем әуезімен аспан астын толтыра сорғалай шырғады. Ол әрбір әуенді әуен ете салған сайын соған жан мен жүрек бітіріп, дауыс сазына даланың ұлан-ғайыр дархандығын өз көңіл толқынысымен ұштастыра сыйғызып жіберетін. Ғарифолла аңыратып, жамыратып, ән төкпелеткен кезде тыңдаушының көз алдына арқыраған арғымақтар мен аса келі аруаналар даласының кескін келбеті келеді. Өнерпаз жастарды баулып, өзінің тамаша мектебін қалыптастырды. Сөйтіп, ұлттық кәсіби ән өнеріміздің дамуына баға жетпес үлес қосты. Республикалық эстрада студиясында ұстаздық ете жүріп, талантты әншілердің бірнеше буынын тәрбиелеп шығарды. Олардың қатарында Сәрсенғалиев, Рахимов, Орашева, Рахметжанов, Әбдірахман тағы басқа әншілер бар. 1967 жылдан бастап өмірінің соңына дейін республикалық өнер иесі ТИЕК студиясында ұстаздық етті. Қызыл жұлдыз, қызыл еңбек ту ордендермен бірнеше медалмен марапатталған. Құрманғалиевтің отбасылық мұрағатында Ғарифолланың орындаушылық өнерге деген өзіндік көзқарасы тұрғысынан халықтың тәжірибені ой елете өткізген көптеген қызғылықты пікірлері, әдістемелік сызбалары мен күнделіктері сақталған. Қалай болғанда да Құрманғалиев ғажайып өнер иесі.